Hi guys, how are you? I hope that you're fine. And I'm okay too. So, I twist my hair and it's my habit and I think it's not good habit. And what is your habit? And there are lots of types of habits in the world and they are healthy and unhealthy habits. Yes, you're right. Today we will speak about healthy habits. Жаңа түсінгендерінде біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы healthy habits, яғни әдеттер. Яғни қандай әдеттер? Адамның денсаулығына пайдасын келтіретін әдеттер. Және де біз бүгін осы тақырыпқа байланысты бірнеше жаңа сөздермен танысамыз. Open your copybooks and write down all new words with translation. Get a good night's sleep. Get a good night's sleep. Түнде жақсылап ұйықтау. Next. Surf the internet for too long. Surf the internet for too long. Ұзақ уақыт бойы интернетте отыру. Интернеттен белгілі бір ақпараттарды іздеу. Eat fruit and vegetables. Eat fruit and vegetables. Көкөністер мен жемістерді жеу. Eat too much junk food. Eat too much junk food. Тым көп зиянды тамақтарды жеу. Drink plenty of water. Drink plenty of water. Жеткілікті су ішу. Have a hobby. Have a hobby. Хоббиңнің болуы. Do a physical activity. Do a physical activity. Физикалық жаттығуларды орындау. Eat late at night. Eat late at night. Түнде тым кеш тамақ жеу. Play video games too often. Play video games too often. Жиі видео ойындарды ойнау. Watch too much TV. Watch too much TV. Тым көп теледидар көру. So children, if you have written all new words, please do this exercise. You should divide those words into two columns, healthy habits and unhealthy habits. Демек, балалар, жаңа сөздерді жазып болсаңдар, мына жаттығуды орындаймыз. Жаңа жазып алған хоббиларды, яғни адамның әдеттерін екіге бөлеміз. Healthy habits және unhealthy habits. What should and shouldn't we do to have a healthy lifestyle? So children, you should make sentences by using modal verb should. For example, we should get a good night's sleep. We shouldn't eat too much junk food. Балалар, түсінгендеріңдей, біз мына үлгідегідей мысалдар келтіруіміз керек, яғни сөйлем құруымыз керек. Ол үшін біз модальді етістікті қолданамыз. Яғни should атты модальді етістікті қолданамыз. Яғни біз салауатты өмір сүру үшін нені істеуіміз керек және нені істемеуіміз керек. Мысалға, бізде бірінші жақсы түнгі ұйқы болу керек. Екінші, junk food, яғни бұл бізде жылдам пісірілетін тағамдар. Мінекей соларды жемеуіміз керек. Сендер жоғарыда таныстырылып кеткен әдеттердің түрлерін қолданып, екі сөйлем құрайсыңдар. Яғни біреу should, екіншісі shouldn't-қа. Бірақ бұл сөйлемді істемес бұрын, жазбас бұрын, біз қайталап еске түсіріп алуымыз қажет.
shouldn't go to the cinema. You shouldn't go to the cinema. Кинотеатрға бармау керексің. I have a toothache. You should go to the dentist. You should go to the dentist. You shouldn't eat sweets. You shouldn't eat sweets. I'm too fat. You shouldn't eat cookies and sweets. You shouldn't eat cookies and sweets. Тәттілерді көп жемеулерің керек. You should eat more fruits and vegetables. Иә, балалар. Міне видеода бірнеше мысалдарды көрдік. Should және shouldn't. Should яғни керек. Ал shouldn't керек емес. Мінеке should'та бізде мысалдар берілген картиналар арқылы. Бұлай келтіруге болады. You should run in the morning. Яғни саған таңертең жүгіру қажет. You should play the домбыра. Саған домбыраны үйрену керек. Домбырада ойнауың керек. Немесе I should eat fruits. Маған көп жемістер жеу керек. Ал shouldn't-та керек емес. Мысалға, You shouldn't play the video games. Саған видео ойындарды ойнауға болмайды. Сонымен балалар, сөйлемдерін дайын шығар. Дәптерлеріңе жазып, оны фотоға түсіріп, WhatsApp-қа жібереміз. Мен бірден тексеремін балалар. Ал қазір балалар бізде true or false. Яғни, дәл осы жаттығудың астында, яғни біздің өзіміздің 7-ші сыныптың оқулығында, Excel оқулығында, дәл осы жаттығудың астында мәтін бар. Сол мәтінге қарап, 6 сөйлемді анықтаймыз. Read the text and mark true or false. Иә, бала, сендер бүгін Healthy Habits тақырыбында өте жақсы жұмыс істедіңдер деп ойлаймын. Көптеген сөздермен таныстыңдар. Should модальді етістігін қолданып сөйлем жасадыңдар. Жалпы should модальді етістігін еске түсірдіңдер. Formative assessment, яғни қалыптастырушы бағалау. Continue. My favorite healthy habit. Егер де балалар сөйлемдерді жазып бітсеңдер, өте жақсы болғаны. Себебі біздің сабағымыз аяқталды. Your homework to learn by heart new words. Үйге балалар жаңа сөздерді жаттаймыз. Және де кері байланыстарды, фидбакты күнделік KZ-ге жіберемін. So, the lesson is over. Goodbye.